Қар жауды, түнімен жауған. Осындай болып қапты. Е? Міне қалыңдығы осындай. Алида садикке бара жатыр. Е? Шептер де жоқ, е ағаштарды. Болды жоқ қой енді. Бәріне сәлем, сіздермен Асел, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгінгі влогымыз ұзағырақ болады. Сонымен 10 желтоқсанда бізге осылай қар жауды. Алидан садикқа апарғаннан кейін Алимханды медпунктқа апардым. Кішкене отравление сияқты болып қалған. Сонымен справкасын алуға. Мына жерде екеуміз бір-бірімізді түсіріп келе жатырмыз. Үйге қарай қайтып бара жатырмыз. Сонымен әне-міне дегенше 2025 жылымыз аяқталуға аз-ақ күндер қалды. Барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Мынандай бар екен. Сонымен 3:30-ға таман Алимхан екеуміз Алидаға шықтық садикке баруға. Сонымен Алимхан мама шананы алып шығайық деді. Сонымен енді бірінші рет мінекей шананы алып шықтық. Алимхан мәз. Сонымен Алиданың садигіне дейін осылай сүйреп бардым Алимханды. Тұттыңдар ғой сендер. Алиданы садиктан алып кетіп бара жатырмыз. Иә. Жүре аласың ба? Сағат 4 уже қараңғы. Сонымен кешке жақын тамақ ішіп алғаннан кейін осылай енді қар күшті жауып тұр екен. Сонымен далаға шығып балалармен кішкене ойнап қайтайық деп шештік. Бірінші папасы Алида Алимхан үшеу бірінші шығып кеткен. Мен ыдыстарымды жуып, содан кейін артынан шықтым. Сөйтсек үшеуі мына гдо жақта жүр екен. Не қар осындай күшті жауып тұр. Папаларымен бірге ойнап жатыр екен барсам. Чана қайда? Чана қайда? Ha? Вақтыр жеш қарға бұл жеткіз. Давай, қаш. Вә, қардың күшті жауып тұр ғой. Келді бұза. Алюшка. А? Сонымен жұмыстағы қыздармен тайный санта ойнағанбыз. Мынаны маған почтамен салып жіберіпті. Бір-бірімізді білмеуіміз керек қой енді.
Қазір көрсетем ашып. Сонымен осындай постельное белье. Назамда пододеяльник, простыня и наволочкасы. Енді өзім постельное белье деп енді керек заттарын жазған. Түсі бәрі ұнады. Қазір ашып көреміз. Баған сурет тұреді ғой жерде. Не ашамам. Мында суреті бар менен мынандай. Суретский екен. Енді ашып қолданамыз. Бәріне сәлем. Бүгін бізде 21 қараша. Қайда бара жатырмыз? Қордайға бара жатырмыз. Қордайдан келгенде елға құрамыз. Иә, Қордайдан келгенде елға құрамыз. Әлімханға етік алу керек, соған бара жатырмыз. Қандай болacak? Және жаңа жылға продукт алып қайтамыз. Ит аламыз. Давай, она ломает. Мынандай магазинде. Нормально сияды. Ха? Мына жерде аяқ киімдерді айтсашы. Жылтырақ. Қайсы? Қайсы? Ха? Иә, мен туфлиларды көріп алайыншы қазір. Мама айтсашы. Неше түрлі. Ол үлкен ғой. Міне мыналар әдемі. Бірақ сенде туфли. Сонымен Қордайда Ризаның магазиніне бардық. Аяқ киім сататынмын. Және де балалар киімі және үлкендер киімі. Сонымен аяқ киім сататынына кірді. Ол жерде үлкендердікі де, балалардікі де сатылады. Бағалары тиімді, арзанырақ. Сонымен сол жерден Алимханға бір етік алдық. Алидаға туфли алмадық. Содан кейін посудаға кірдік. Ол да бөлек посуда техника анамына тоже Ризаныкі. Ол жерден анамыналар алдым. Видеоның соңында көрсетем. Ақниетке кірдік. Екеуіне бургер заказ бердік. Шоғын ішіп отыр Алюшка. Балаларға бургер фри. Бізге әлі тамақ келген жоқ. Менің рамионым. Күшті. Мен сен самсаң кет. Балықтың бағалары. Қазір тауып алып, мен сумкамды қойып кеткем менің ішіне. Судак надо, да? Да. Міне ғой судактар. Енші подарочный пакетті. Жоқ, көреді ғой ішін, бопты енді оны. Сосын неде, үйде береміз. Аламыз ба? Жоқ, ағасы оны. Новый годта әкеп береді ғой так. Аяқта немнен да? Чоколадтар екен ғой. Түрлі. Мына люксері де кепті ғой. Бізде арзан болып тұр. Надо жеміз дейді. Ама плешик. Нені? Нана. Болды ма? Сонымен Қордайға барып алып келген заттарға обзор. Әзірге қазір көрсетем. Не алғанымызды. Алимханға етік алдық. Зимний.
Мінекей осындай 28 размер, иә. Осындай жүн енді бір қысқа кигенге осындай алды. Классикандай несі бар, уги сияқтысы. Осындай етік Алидаға мынандай домашний тәпішке үйге келгенде өзі таңдап алды. Мынаны Алимхан өзіне таңдап алды. И мынандай чешки. Садикке биге анау жаңа жылға келгенге. Мінекей осылар. Мынаны шамамен 10 мың теңгеге алдық. Мыналар 2 мың ба, қанша? 10 мың ба, қанша еді? Бағасы жоқ. Ене мыналар 2,5. 650 теңге ма сондай? 680 теңге екен. Деген ол жерде детский киім, үлкен киім, аяқ киім бөлек, және ыдыс аяқ бөлек. Сол жерден алғандарымды көрсетейін. Әді ыдыс алдым. Көрсетейін. Мынаны 4850 теңге. Мынандай. Күшті ма, Алида? Самса бірдеңе саға столға. Жаңа жылға жаңа ыдыс деп. Содан кейін қалған тәттілері. Мынандай не алдым. Короче, сахарница. Ой, сахарница негізі. Бірақ мен бұны варенье салған қалдым өткені қақпағымен. Мінекей мынандай. Қазір бүгін бәрін жуам мен. Өткені шам. Алынбай жатыр ғой мынау. Мінекей мынандай. Бұны мен қанша қалдым? 1350 теңге. Варенье салған қалдым. Негізі сахарница бұл. Одан кейін мынандай ыдыс салатница. Біреуі қанша теңге тұрады? 1150 теңге. Не осыны әлі запечатать етіп тастаған. Онымен тағы да мынандай мишуран базардан алдық. Мынандай ұзындығы осыншырық 1000 теңге тұрады екен. И біреуі екеу алдық сондайдан. Алиданың ақшақар болып киінеді соған. Мынандай помада алдырды. 500 теңге. Бұны Ризадан алдық. Мынаны да со жақтан алдық. 450 теңге. И мынандай бетіне жаққанға блеск. Қанша? 350 теңге екен. Және де мынаны базардан алдық. 400 теңге екен. Мынандай екі қатар екен. Иә, чашқа жабыстырғанға. И мынаны сол базардан алдық. 500 теңге. Елка гирлянда. Оны көрсеттім ғой, Алюшка. Болды, осылар енді продуктылар бар. Сосын обзор жасаймын. Мінекей мынау флагманнан алған заттар. Қазір обзор түсіремін не алғанымды. Сонымен не алдық? Флагманға бардық. Мына жақтан бастай берейін. Мынандай сметана. Бұнаны мясной пирог анауынан жасаған алдым. Майонез. Майлық алып жүрген қырғызстандық чемпион чай. Мынау қаймақ жегенге. Мына жерде пастила. Күшті мынау қолдан жасаған. Мына жерде риханыкін алдық. Кішкене копченыйлау. Мынау ненікі? Шақтыкі. Ылғи алып жүрген. Нарлендікін осы жолы алмадық. Дәмі что-то өзгеріп кеткен ба. Мынау сыр. Осында 2606 теңге болды. Кетчуп. Жаңа жылға советское, шампанское. Тесто бездрожжевой слоеный. 2 нан алдық. Мына жерде мынау не? Морская капуста. Мен жасап көрейін деп жатырмын. Қалай болады екен, көреміз. Одан кейін құрма, сушеный құрма. Тунис дейді аты. Өзіме ұнайды. Тунец. Салат жасаймын енді. Жаңа жылға әлі нетпедім. Вафлинемен бірге. Қанша екен? Трубочка ассорти дейді. Мынандай жеп көрмедік. Қордайдан шығады ғой. 2128 дейді ме? 188 дейді. Көреміз дәмі қалай екен. Түріне қарасаң дәмді сияқты. Горох, сгущенка, пирог жасаймын. Май, сумай, кефир. Кәмпиттің енді түр-түрінен алдым. Жаңа жылға енді оғанға дейін жақ қоймасақ. Картошка там. Балалар өздері мынандай чипучка аламыз деді. Столға сағанға мынандай алдым. Темная ночь дейді. Сосын мынандай алдында алғам на фруктозе деген. Мына күшті кәмпит негізі. Қант қоспайды, бір диетический жақта сатады көбіне. Инжир. Мынандай құрттар шығыпты. Екеуіне құрт алдық. Екеуіне емес, вообще жейміз. Мына цукат деме не мынау?
папайя екен столға салынған. Балалардың жаңа жылға подарок жасаймыз, соған общий ала салдым. Килограммдап сатады. Петропавловскийдің 2 сүті, селедка подшубайғына дайын несі жоғын алдым. Салат жасағанға. Мынау сушеный грибы. Бұны да салат жасағанға алдым. Мына вермишель, паутинка. Ал мына жақта балалардың өңшең нелері. Садикке апарады, соған бәрін тәттілері. 2-2-ден алдым, мінекей. Бай-бай. Қазақстан шоколад өздері таңдағандар. Тағы банан бірдеңе қосармын тағы. Мынандай жеп қойды уже. Мынау енді общий түстке шеді, оны апармайды. Екеуі апарылмайды, қалған 2-2-ден. Тағы да банан, өшерін тағы барни штучно сатпайды екен. Мынау тағы қосамыз. Осы тамақтан алғанымыз. Енді мына жерде сол флагманнан ет алдық. 20 мыңдай болды. Ой, оны ашып көрсетуге қазір не болмай тұр. Мына 17-18 мың, мынау қанша болды? Білмей 6 мың бірдеңе болды ғой. Тауықтікі, капуста, кинза, укроп, петрушка ма сондай. Сельдерей. Банан алдық, мандарин, морковка, 2 перец, сәбір, қияр. Мында не? Ала бер. Мында не? Редька, груша. Мынау авокадо екеуі 1320. Мен жеймін, басқа ешкім жемейді. Мында балық алдық, балықты бірақ кәдімгі базарда бір орыстар сатады. Судаг алдық, дәу біреуін. 9 мың бірден ет болды. Нетіп. Неменеді? Сыртын аршып, істеп берді. Сол етті тұздау керек. Қазір жаңа жылға бірақ әлі не жасайтын білмейміз. Көреміз енді. Не жасайтынымды. Сонымен сок анамны алман, балаларға да сок алуым керек еді, ұмытып кетіппін. Аған сок қосу керек тағы да. Кәмпиттерді қоспайсың ғой, чупа-чупс қосам. Сосын бір мандарин, бір апельсин ба қосам. Енді өздері бір мешочек. Апайлары общий бірдей мешочектары. Соның ішіне дайындаймыз. Ал мынау болса жаңа жылға мешочектар. Соған саламыз. Бұл жерде біреу Әлімханға, біреу Алидаға бұны толтырамыз жаңа жылдыққа. Өзіміз үйге қарсы алғанда. Мынау Ариэль алдым. Мынандай иіс сабын алдым. Өзімнің қолыма жағатын кремім біткен. Осын алдым. Мынау мусорный пакет. Мынау қолтыққа жағады. Алида біліп отыр, е? Мынау болса не? Фольга. Бары осы. Тамақын еткенде ғой. Мына 10 дейге. 10 метр деп қойды, бірақ 10 метр емес. Сол осылар барлығы. Мынау не болма? Авокадо ғой. Енді ет тұздаймыз, қазір бәрін саламыз. Қандай салат жасайтынымыз әлі белгісі болып тұр. Сол Алида, ұнады ма да подаркаларың, тәттілерің? Неден? Неге, я? Яның ішіне саламыз енді. Пакетик береді, бәріңдікі бірдей Аяз ата. Сендерге қайтадан. Мектепке де, және садикке де сыртын пакеті бірдей. Бірақ ішіндегісін өзі, әр атана өзі жасайды. Я, бәрін бір-бірден салып береміз. Осын бәрін мен жеймін ба? Көреміз. Садикте? Садик емес, үйге әкеп жейсің. Солай. Барлығының бағасын осы жерге жазып кетем, қанша шыққанын. Мында жұмыртқаны ұмытып кетпін. Тағы жұмыртқа алдық. Екеуіне бізден келген подарка, түнделетіп. Менің жұмысымнан берген подарка, ашып көрейік. Коробкасы. Баяшат алды. Мам, кіргізесің. Сөйтіп аш. Алюшка, жырттасың болып таша беріңдер. Таста бұлай, не бар екен іште? Барни. Осындай берді. Ішінде Барни. 3 упаковка пикник дейді. 2 упаковка дұрыс. Ашпа қазір, ертең жейсіңдер. Тістерің ауырат түнде жеп. Түнделетіп келді. Сен келе сондай ғой.